Қайырлы күн достар, менің каналыма лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қазақтың ең керемет тағамдарының бірі қызыл ірімшік дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді, жасалу жолы өте оңай. Толық ақпарат білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дайындау үшін ыдысымызға мен 3 литр сүт құйдым. Менікі піскен сүт. Қаймаға шыға бастағанда қайнатпаймыз. Қаймаға шығайын деп жатқанда міне осылай айранымызды 300 мл айранымызды құямыз. Бұдан соң жақсылап араластырамыз. Сонан соң біздің сүтіміз іри бастайды. Ірімшігі бөлініп, сары суы шығатын болады. Қақпағын жаппай, қатты отта қайнататын боламыз. Мінекей біздің сүтіміз іріп, сары суы шықты. Мінекей біздің сары суымыз қайнады. Енді аузын жауып 3 сағат қайнататын боламыз. 3 сағаттан кейін қантымызды саламыз. Мінекей 3 сағат өтті. Міне біздің ірімшігіміз дайын болуға таяу. Шекерімізді салып, тағы да 1 сағаттай қайнатсаңыздар жеткілікті болады. Енді ситамызға марымызды қойып, ірімшігімізді сүзіп аламыз. Сары суын сырғытып, осылай ірімшігімізді салып, үстінен 2 литр банкіге су құйып қойсаңыздар болады. Бір түнге қалдыратын боламыз. Ертеңіне дайын болады. Отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Өте дәмді, пайдалы, небәрі 3-ақ ингредиенттен тұратын десерт қазақша. Сіздермен болған меруерт. Менің рецепт ұнаса менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.